ашты. Менің өте қатты қарным ашты. Мен тауып алдым. Мен бөтеке тауып алдым. Енді мен осыған ақша жиятын боламын. Енді менде ақша көп болса, мен бай болам ғой, ja? Көремін. Өтініш ақша беріңізші. Сен қызбын. Сен бізге жұмысқа тұрасың ба? Ал шашылып кете береді. Тұрасың ба? Я, маған жұмыс керек еді. Онда сен мына ауаның бәрін сыпырып, жинап шығасың, түсіндің ба? Я. Онда баста. Онда дұрыстап тазаламасаң, мен саған 1000 теңге бермеймін. Түсіндің ба? Я. Онда мен кеттім. Сен тазала. Не деген қаталаға. Болды, істемей қояйын, қайта жұмыста болды. Енді мен жұмысты істейін. Осы өте ұнам болғанда ғой, отбасым. Фуй, не деген жаман бұл. Фуй, болды. Осы өмірде отбасым, ағам, тәтем, бәрі болғанда ғой. Осек. Бұл не? Ашылмайды екен. Қалған қоқыстары жиайын. Ой, оны қоқысқа тастау керек екен ғой. Оның үстінде түнде салқын болады. Мен соғанда тоңамын. Бұл не? Көрейін? Ой. Аяққа қойдеймін. Мен қорқамын бұдан. Болды. Мен оны көргім келмейді. Уже келетін уақыт болып қойыпты ғой, тез жинайын. Бек келетін уақыт болады. Тез жинап тастау керек маған. Фуйна бұл жағайда жоқ. Мынаның ішінде қоқыстап тастайын. Бұл не? Сүйек? Жоқ, мен сүйектен қорқамын. Мен сүйектен қатты қорқамын. Мені ешкім жоқ қоймай ма? Мен өзім жалғызбын оның үстіне бұл жақта. Бұл қағаз ғой. Мен бұны алып жүруім керек. Міндетті түрде. Барып сыпырайын, енді бұны ана жаққа қойып қояйын, біреу алып кетпесе. Осы жаққа қойып қояйын. Мен барып сыпыртқышымды әкелейін. Әкелдім, ал енді сыпырайын. Сыпырайын. Жуып біткеннен кейін, жуып біттім ау. Мен енді бұларды орнына қояйын. Бұл нені білдіреді сонда? Маған түк түсінбедім. Жарайды, бірден сұрайтын шығармын. Аға келді. Аға келді. Так, болдың ба? Я көре беріңіз.
Так, мен қазір көретін боламын. Осыдан дұрыс жинамасаң, мен саған ақша бермеймін, түсіндің ба? Я. Так. Нормально. Бәрі жақсы. Жарайды. Мен саған бүгінге, сен бүгін тұрып аттың. Сол үшін мен саған 500 теңге беремін. Жарайды. Мен саған бүгінге осы ақша жететін мә. Онда мен кеттім. Я, кете беріңіз, рахмет. Ой, рахмет оның ешті. Ура! Ура! Менде 500 теңге бар. Ура! Мен енді бұған нан алып жеймін. Нан жете ме, әйтеуір қымбат па, білмеймін. Әйтеуір бір сәт болса тиетін шығар. Бұнымен енді мен кеттім. Ура! Yes! Маған енді қарным ашпайды. Енді қазір жейін. Бұл қыздарды кім шашып кеткен? Мен әген жинадым ғой. Жарайды, қайтадан жинаймын. Болды, ешін кетпейді, мен енді тамағымды жейін. Мен ана жақта бір қызды қойсам тамағын алып кетсем. Сен үйге бақ, мама өтір айтам. Мама, мен продукт ақшама келдім деп. Ура, мен жеймін. Әкел. Ей, тоқта. Я, мен кеттім. Мен әген тұптым ғой бұл ақшаны. Үстіне әген жейдім. Үстіне бәрі мені мазақтап магазин әген болып кетті. Жарайды, оны қоятықшым. Неге? Тамағымды ұрып кетті. Кім шашып тастаған уақытта? Сонда сол бала шашып тастады ма? Мен білмеймін. Фуна жақ шашылған ғой. Не болды балақа? Неге жылап жатсың? Мен... Ой, кешіңіз. Менің ана жақтағы тамағын мен қоқыс жинап жүрген кезде соны 500 теңгені әген тапқан кезде тамағын ұрып алып кетті. Жылама болды? Жоқ, менің қарным аш. Жүре қойшы, мен жоқ, маған баруға болмайды. Мен жұмысқа тығып қойғанмын. Жүрші енді, жүре ғой. Жүре қоя ма? Жүр. Шын ба? Я? Кеттік онда. Жүре ғой, кеттік. Әкең сумкаңызды көтерейін. А мен сені көтерем. Жарайды. Вау, бұл қандай күшті үй. Бұл маған қатты ұнады. Саған ұнаса болды ғой саған. Бұл үйді тәтең маған қылдырып кеткен. Не ма? Бұл үйден көшеміз, жарайды, бірақ бүгін емес, бір аптадан кейін. Өзіңіз біліңіз. Сен қазір киіміңді ауысты. Айтпақшы, мен киім алып жүр киім алуға. Мен киім алам ба, не? Әрине аласың. Онда күшті ғой бұл. Күшті ғой, маған қатты ұнайды. Мен мына жаққа жата салам. Неге бұл жаққа жатасың? Сен мына төсекке жатасың. Шын ба? Әрине шын. Онда күшті ғой бұл. Сізге көп рахмет. Мына киім дегенде менікі? Әрине сіздікі ғой, басқа кімдікі?
жарайды анда мен қазір мына жаққа мен мына жаққа төсек әкелейін, мына жаққа мен жатамын. Жоқ, жата бермейсіз ба, мен мына диванға жата саламын ба? Жоқ. Жарайды. Айтқаныңызға қайтпайтын адам екенсіз ғой, иә. Әрине мен сондаймын ғой. Кейін бір аптадан кейін жаңа үйге көшеміз. Иә. Мен барып төсек саған бірінші киім әкелейік, жүре ғой Пеппин. Пеппин ұйықта қапты ғой. Пеппин қалтық кетек жыламайды. Жыламай ма не? Иә. Жүре қойшы. Міне саған киім әкелдім. Ва, мама. Ой, кешіріңіз. Мама тебе не болыпты? Енді сен менің мамам, сен енді менің қызымсың ғой. Шын ба? Әрине. Онда мен құп-ұнай киімді киемін. Я кие ғой. Мынаны бұл мусорға тастайсың, жарайды ма? Бұл жаман. Я. Енді мына киімдерді мен қазір бұларды мына жаққа қойып қоямын. Я, қойып қоя салыңыз. Мен бұл киімдерді қатты жақсы көремін. Жарайды, кие ғой. Мен төсек қойып алдым. Не, төсек қойдым. Біз осы жақта жатамыз. Я. Сен қорықпайсың? Жоқ, мен қорықпаймын. Үйреніп кеткенмін. Болды да. Міне саған Поппиннан барлық жердегі заттар саған. Шын ба? Я. Мен бақыттымын. Мен өмірдегі ең бақытты қызбын. Жаным сол. Бұлдың тұнбат кетті. Ұйықтай ғой, жарайды ма? Я. Мына үй негізінде тәтекнікі болған. Сөйтіп бұл Розович жақсы көргеннен өз қалауымен жасатқан осы үйді. Күшті екен. Мына хат не? Қазір алып берейін. Міне, бұл хат әрине саған. Вау, қандай күшті. Мен бұны жазамын енді. Қандай күшті кітаптар. Әрине Розович кітап болды. Менің ұйқым келіп ұйықтай ғой. Я. Мен қуыршақтап жатам. Шақырып қоймасам. Ой, барып. Яқтайын. Светтерді шығып. Таң атқаннан соң. Ал достар, осымен бірінші сериясы аяқталды. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.